Мә қыздар, сіздерге бір қызық әңгіме айтып берейін. Осы ағаштарды үйдің айналасына еккенімізге биыл 5 жыл болыпты. Бірде-бір жеміс берген емес, және де биыл үмітімізді үзе бастаған кезде жемістер беріп бір мәз қылды. Тіпті не еккенімізді де ұмытып қалғанбыз ғой. Сонымен үйдің айналасына бұндай жемістер шыққанына кәдімгідей мәз болады екенсің. Алмаларымыз қашан піседі, әне-міне піседі деп жүрген кезде өте азайып қалыпты. Және де барын теріп алдым да, қой ұятты деп бүгін бір нәрсе жасап іске асырайын дедім. Жасыл алмалары ащы екен, ал қызылдары өте дәмді екен. Шірігін алып тастап, барлығын осылай кесіп дайындап алдым. Компот пен мохитоны жаба бермейін деп, осы жолы хит болып жатқан натуральный сокты мен де жасап көрейінші дедім. Барлығын қазанға салып, бетіне дейін суды құйып, қайнатуға қойдым. Қайнағаннан кейін дәл осындай жұмсақ күйіне енгенше дейін қайнатамыз, одан кейін бірден ыссы күйінде блендермен езіп алатын боламыз. Татымына қарай, дәмі өзіңізге ұнағанша дейін, сладкий күйінше дейін осындай қантты қосып араластырып ойттыра тағы да қайнатамыз. Дәмін татып көреміз, бетіндегі көбігін алып тастайтын боламыз. 10 минуттай тағы да қайнатамыз қант салғаннан кейін. Және де стерилденген банкамызға құйып сақтай береміз. Сіз де жасап көріңіз.